Маңғыстау, мәрттік пен мырзалықтың мекені. Бұл үш қиян өз қасиетімен киесін, абызы мен аңызын, дәстүрі мен салтын, ер мен жерін тасқа жазылған тарих арқылы сақтаған. 362 әулиелі қара шаңырақта Ахун Ишан, ақын жыршы, Сақи бай, шешен билер көп туды. Бұл видеоролик өз заманында ел арасындағы мәмлелер мен дау жанжалдардың әділ шешімін тауып, төрелігін айтқан Есен Ерменбет биге арналады. Ерменбет Тұрұлы 1818 жылы Маңғыстаудың Үлек, Ақжал өңірінде дүниеге келген. Әкесі Тұр белгілі Сейіт бидің немересі, яғни Ерменбеттің бұл әулеттен шығуы атақты би болуына басқан алғашқы қадам еді. Деректерде Ерменбет бидің бір көз соқыр болған деседі. Оған кішкентай күнінде өзі пышақ соғып алған екен. Сәби шағында бір беткей, сұрағанын алмай тынбайтын Ерменбет осылай бір көзінен айырылған. Бірақ бір көзі көрмесе де, дүниені қос көзі қатар көретіндерден артық көріп, терең біліп, парасат пайымның жоғарылығының себебімен адайдың бас би атанып, тарихта аты қалған айтулы тұлға болды. Адайлардың өз заманының еншісінде өзіндік орны қалыптасқан үш атақты би болған. Олар Есен Ерменбет, Жары Мәтжан, Қосай Оразбай. Осы аталған үшеуінің ішінде Ерменбеттің шоқтығы биік болды. Қосай Оразбай дүниеден ерте озыпты. Ал Жары Мәтжан Ерменбет биді өзінен биік қойып, қатты құрметтепті. Алқалы жиында Ерменбет би айтқан екен деп, бір-екі ауыз сөзбен беташар жасап, содан соң барып өз арнасына ауысады екен. Мәтжан, менің көше қарнымда тойдырған бір жер бар. Ол бес қаланың ойы, Әмударияның бойы. Көңіл қарымды тойғызған бір адам бар. Ол тіл дарияның көзі, Ерменбет бидің өзі дейді екен. Есен Ерменбет қазақтың үш би аталған Төле, Қазбек, Әйтеке билердің жалғасы бола білді. Солардың сара жолынан таймай, өмірінің соңына дейін қазанына пара салмай, қара қылды қақ жарған әділ би атанды. Оның алғашқы билік айтып, елге таныла бастаған кезі небәрі 15 жасында болған екен. Жігіт болып жетіліп қалған Ерменбет ауылдың қарттарына еріп билер алқасындағы жиын дауға барыпты. Ол дау көптен бері шешілмей, тиянағына жете алмай келе жатқан мал дау екен. Сол алқада әрі-бері сөз сөйлеген атақты Жолдасбай би даудың нүктесін қоя алмай мылжыңдап кетсе керек. Жиналғандардың разы болмағанын байқап, өзі де қанағаттанбай тұрған Ерменбет ортаға шығып Жолдасбайды тоқтатып, даудың шешімін өзі қойған екен дейді. Міне, осы күннен бастап Ерменбет би атанып, елге таныла бастапты. Би болу үшін сөз шеберлігінің мықты болғаны аздық етеді. Би ең алдымен елдің тарихын, дәстүрін, әдет-ғұрпын, елбасынан бұрын соңды өткен оқиғаларды білу керек. Ал Ерменбет оған жетік еді. Ол өмір сүрген кезең аласапыранға толы заман еді. Жауласқанмен жауласып, қандасқанмен қандасқан заманда жаужүрек батыр мен қолбасшының жұмысын да Есен Ерменбет би атқарған болатын. Оның сөздері көрегенділік пен ғұламалықтың, шешендік пен ақындықтың көрінісі еді. Оның пікірі қоғамдағы ащы шындық пен елдің тілегі болатын. Әбілқайыр Спанның зерттеулерінде Ерменбет бидің мәлімгер екенін айта кеткен еді. Ерменбет қазақ елі мен Хиуа елі арасындағы бітіспей жүрген мәселелерді шешу жолында Хиуа ханымен кездесіп, өз елінің мүддесі үшін төмендегідей талаптарды қойған еді. Хорезм ойына келіп, егін егіп диқаншылықты кәсіп етем деген қазақтың бетін қақпау. Адай елі өз өрісінде бес қаланың сауда керуенінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ел ішіндегі мешіт пен медресе ашып иманшылықты уағыздаймын деген адамға жағдай жасау. Осы секілді тағы да басқа маңызы зор мәселелерді көрші Хиуа ханымен кездесіп,
күні бүгінгідей жүйелі түрде шарт жасасуда, сол заманның дипломатиялық кездесулерде шебер саясаткер бола алғандығын дәлелдейді. Бірде дос жарандары Ерменбет биден: «Құдай деп айтыңызшы, осы сіздің біреудің алдында сөзден тосылған кезіңіз болды ма?» деп сұрайды. Сонда би: «Жаңылмайтын жақты, сүрінбейтін тұяқты Алланың өзі де жаратпаған» десе керек. Есен Ерменбет би 1870 жылы Иса Досан басқарған көтерілісте жасақ басшыларының бірі болды. 1873 жылдың көктемінде патшаның жазалаушы әскерін Аузорпа Мәстек жерінде жасағымен тосып алып, әрі қарай өткізбеген. Ламакин бастаған басқыншы қолмен Хиуа шекарасында бірнеше партизандық ұрыс жүргізген. Патшаның көтерілісшілерге берген кешіріміне байланысты туған жерге оралып, елдің ішкі саяси, әлеуметтік мәселелермен айналысты. 90 жастан аса өмір сүрген Ерменбет би өмірінің соңына дейін әділдіктің туын көтеріп өткен. Би дүниеден өткенде артында қалған ел жақсылығын жарыса айтса керек. Есен Ерменбет би ұрпақтар жадында мәңгі сақталмақ.